Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз ағылшын пәнінен 5-ші тапсырманы орындайтын боламыз. Біз бұл жерде осы екі сөздің біреуін қойып жазуымыз керек. Біріншісі бізде you are going walk немесе to walk деген сөздер тұр, екі сөз. Біз өстіп жазамыз. You are going to walk дегенді таңдаймыз. You are going to walk around the city center. Енді екіншісі бізде әммен ри деген сөз бар. Are және am. Біз бұл жерде I am деп жазамыз. Am болады. I'm going to visit Астана. Енді үшіншісінде бізде бұл жерде am және is деген сөздер бар. Біз бұл жерде is деген аламыз. He is болады сонда. He is going to go shopping. Төртіншісі, she is not going to watch a film. Бұл жерде бізде not going to болады. She is not going to watch a film. Ал енді бесіншісінде бізде is бен are деген берілген. Сондай сөз берілген. Сонда бұл жерде we are going to eat noodles болады. Are-ны таңдаймыз. Are дегенді. Енді алтыншысы they are not going to stay for a week. Бұл жерде бізде are болады. Вот are деген. Егер ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.